Міржақып Дулатұлы қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері, либералды демократшыл зиялылардың бірі. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақтың қазақ десе мақтанамын, болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтан сақтанамын. Арғын тайпасынан Мадияр руынан. Туған жері Торғай уезін Сарқоба облысының бірінші ауылы, қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданда қарасты Қызбел ауылында дүниеге келді. Әкесі Дулат аймағына атты шыққан шебер кісі болған. Ер тұрман жасап, етік, мәсіт тіккен. Шешесі Дәмеш ойын тойдың базары, әнші кісі болған. Әкесі балаларын жастайынан оқуға берді. Алғашқыда бала Міржақып ауыл молдасынан оқып, хат таниды. Молдадан 2 жыл оқыған кейін 1897-1902 жылдары ауыл мектебінде орысша оқытатын Мұқан мұғаліммен дәріс алады. Бұл мектеп Міржақыптың білімін толықтырумен қатар азамат ретінде қалыптасуына да асар зор ықпал жасайды. Мұқан мұғалім ұлы ағартушы Ыбырайұлдың Сарин іргетасын қалаған оқу орнын, дәлірек айтқанда Торғай қаласында уездік орыс қазақ мектебіне түлегі болатын. Өз шәкіртінде де ол осы рухта тәлім-тәрбие терең білім берді. 1909 жылы Қазан қаласында Міржақыптың тұңғыш өлеңдері жинағы «Оян қазақ» деген атпен басылып шықты. Бұл кітап жұртшылық арасында ауыздан ауызға, қолдан қолға тез тарап кетеді. Жазушы сол үшін тергеу органдарының бақылауына алынды, ал «Оян қазақ» кәсіпкеленді. 2 жылдан кейін осы жинақ қайтадан басылып шықты. Ақын жазушы әр жерде шығатын қазақ басылымдарына, әсіресе Айқап журналына үзбей жазылып тұрды. Ел тұрмысын өз көзімен көремін деп қазақ ауылдарын аралайды. Семейде полицияның қолына түседі де 1,5 жыл қамауда отырады. 1928 жылы 28 желтоқсанда Міржақыпты тағы қамауға алынды. Қызылорда түрмесіне көршілес камерада Жүсіпбек Аймауытұлы мен Ахмет Байтұрсынұлы отырған. 1929 жылы тергеу кезінде Міржақып Дулатұлы соңғы сөзін айтты. Өз елімнің болашағы үшін мен барлық мүмкіншілікті қолдауым қажет. Егерде мен қателесем, елмен бірге қателесем. Ерте ме кеш пе ақиқат үстем болып шығады, деді ол. Дулатұлының жан-жақтылығы таңғаларлық. Журналист, жазушы, публицист, тарихшы, лингвист, түріктанушы, филолог, географ, педагог, ақын, композитор, мемлекет қайраткері, ойшыл. Карелияда айдауда жүргенде дәрігер мамандығын игерген. Сөйтіп Міржақып халықтың рухани жан жарасымен қатар тән жарасында емдеуге тырысқан. Ол тіпті математика пәні бойынша оқулық жазып шыққан. Ал оның қазіргі тілмен айтқанда афоризмдері бүгінде өзекті. Осып түсіретін өткір сөз тіркестері немесе бір жолдық рифмалар. Қазақта жазылмайтын бір ауру бар. Келмейді мінін айтсаң жаратқысы. Айту бізден, істеу сізден. Аршын жұтқан кісідей кекірейме. Заң, әдет ғұрыпқа қайшы келсе, үлкен аяққа тар еті кигенмен бірдей. Дос емес, дос сыртынан жамандаған. Жігіттің несі жігіт босқа жүрген. Қызметпен пайда беріп, халыққа жақпай. Өтіріктің арбасы шындықтың көпірінен өте алмайды.